Сегодня на базе детского сада «Балдурен» проводится в рамках первого международного форума специалистов дошкольного образования секция по цифровизации. В гости к нашему педагогическому коллективу приехали педагоги со всех районов нашей области, приехали педагоги-энтузиасты с города Омска Российской Федерации. В рамках нашей секции будет представлен опыт коллектива по внедрению искусственного интеллекта, по формированию азов образовательной, спортивной и подводной робототехники в системе работы с детьми старшего дошкольного возраста. Гостям представлена цифровая выставка «Цифровой мир руками детей». И думаю, что каждый педагог, кто приехал к нам, найдет для себя точку опоры, найдет точку для нового вдохновения. Бүгін біздің Балдурен бөбекжай бақшасында цифрлық технологияларға байланысты жаңа форум өтіп жатыр. Балдурен бөбекжай бақшасы бұрыннан бері цифрлық технологияларды тәжірибеде қолданады. Әртүрлі конкурстарға апарамыз. Мысалы, робо-балапан конкурсына балалар роботтарды құрастырып, сол жерде жарысқа түседі. Бүгін сол тәжірибемізбен келіп отқан қонақтармен бөлісеміз және өзіміздің базамыздағы техникалық құрылғыларды көрсетіп таныстыратын боламыз. Я представляю делегацию из города Омска. Мы вместе с коллегами представляем муниципальную ассоциацию старших воспитателей города Омска. Я являюсь ее руководителем. И я вместе с коллегами сегодня рады попасть на первый международный форум работников дошкольного образования и представляем темы по цифровизации дошкольного образования. В частности, я представляю тему создания интерактивных игр по финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста. В детском саду нам показали развивающую предметно-пространственную среду, которая поражает своим оснащением, и мы для себя много интересных идей и задумок, и я думаю, что какие-то идеи мы перенесем в свои образовательные учреждения города Омска. Әрине, бүгінгі форум педагогтарға цифрлық сауаттылығын көтеру мақсатында көптеген проблемалар және болашақта перспективаға бағытталған жұмыстарды бөлісуге мүмкіндік берді. Біз ойлаймыз, форумнан әр педагог ертеңгі таңда өзінің жұмысына пайдалы кеңестерді алды деп. Бүгін Балдурен балабақшасында халықаралық форумда балалық болашаққа атты семинарға қатысқалы отырмын. Мұнда бізге әріптестеріміз әртүрлі әдіс тәсілдермен қалай жұмыс жасайтынын көрсеткелі отыр. Мұнда алған әсерім өте жақсы. Мұнда тек қана балаларды оқытуға, тәрбиелеп қана қоймай, дайындық тобында әртүрлі робототехникамен жұмыс жасауға әртүрлі әдіс тәсілдерді көрсеткелі отыр. Мұнда тек қана біз ғана емес, шет елден, Ресейден, Омбыдан келіп, өз әдіс тәсілдерімен бізді таныстырып өтті. Осында келгеніме өте қуаныштымын.